Бүгінгі таңда қазақ елінің ішінде Шыңғыс ханның шыққан тегіне байланысты әр алуан пікірлер айтылып жатыр. Мынау советтік дәуірде Шыңғыс ханды Моңғолға жатқызу етек алып, соны мектеп оқулықтарына дейін тарихи кітаптарда да Шыңғыс хан моңғол деген түсінік қалыптасқан болатын. Бірақ мынау тарихи деректерге қарасақ, ол шын мәнінде моңғол емес, ол түркі ең алдымен. Оның ішінде мынау тілдік, салт дәстүрлік жағынан қарағанда, ол өзіміздің қазақ халқына жататын тайпалардың қатарына шыққан екені белгілі болып отыр. Ең белгілісі Шыңғыс ханның анасы ұлын Қоңырат қызы екені әлем біледі. Сондай-ақ Шыңғыс ханның 4 ұлының анасы, Шыңғыс ханның жан-жары Бөрте-бегімнің де Қоңырат екені әлемге белгілі. Ал бірақ Шыңғыс ханның өзінің тегіне келгенде әр алуан алып қашты пікірлер көп. Мысал үшін, бүгінгі күні Шыңғыс ханға ие болып отырған моңғол деген халық шын мәнінде ол 20 ғасырдың 20 жылдары өмірге келген халық ол. Моңғолия деген мемлекет те, моңғол деген халық та мынау советтік дәуірдің бас кезінде мемлекет құрып, сол елге моңғол деген ат беріліп, сонымен пайда болған халық. Шын мәнінде ол моңғол деген халық өмірде болмаған. Оның сан алуан дәлелдері бар. Мысалы, айтатын болсақ, мынау өзбек сыныптарының 6-шы сыныбына тарих оқулығында мынандай карта берілген. Мынау картада моңғол деген ел жоқ. Меркіттер, тайшуыттар, жалайырлар, отыз татар, қоңыраттар, қидандар, таңғұттар, бұның барлығы керейттер, Керейт хандығы. Бұның барлығы мынау шығыс Түркістанда, қазіргі Моңғолияның қиыр шығысында өмір сүрген халықтар. Бұл жерде моңғол жоқ. Ал енді мынау Рашид ад-Диннің тарихтар жинағы деген кітабы қазір қазақ тіліне аударылды. Оны біздің қолымызда мынау Оразбайдың аудармасымен біздің қолымызға тиді. Ол кісіге үлкен рахмет. Сол кісінің дерегі бойынша Рашид ад-Диннің хандар әулетінің тегі былай екен. Қоңыраттың алтын көзесінен дейді 3 ұлы шығады екен. Жұрлық мерген, Құбай шері, тас бұдауыт. Бұл тарихтар жинағының 157 бетінде тұр. Сонда Жұрлық мергеннен Қоңыраттардың ұрпақтарының барлық дәуірлерде әміршілер мен текті әйелдер көптеп шыққан дейді. Оны тарихтар жинағын ашқан кезде оның қыз алып, қыз берген жерлерінің барлық Қоңыраттар, негізінен Қоңыраттармен қыз алып, қыз беріскен. Бұл Жұрлық мерген солай деп қояйық. Ары қарап Құбай шері Қоңыраттың алтын көзесіне шыққан екінші ұлының аты Құбай шері. Неге алтын көзе? Осыған мән берейік ағайындар. Алтын көзе деген ол хандар тот баспайтын ілгеріден келе жатқан хандар әулетін бейнелейтін
материалдық құбылыс. Алтын көзеден жаңа жоғарыда айттық, Жорлық Мерген шықты үлкен ұлы, одан кейін Құбай шері. Құбай шеріден Икерас, ары қарай Олғонут, оны Елғонутта деп те жазады. Одан ары осы Елғонуттан ұлын Шыңғысханның анасы дүниеге келген. Сондай-ақ Шыңғысханның қайынатасы Тайшешен осы Олғонуттан дүниеге келген. Оның қызы Бөртефужин осы Олғонут тайпасының қызы. Бұл Олғонут тайпасы Шыңғысханның анасы, айттық қой жоғарыда, ұлын Олғонут, Елғонуттың қызы деп. Ол жағынан келгенде Шыңғысханның ол нағашы жұрты, ал өзінің жан жары 4 ұлының анасы Бөртефужин жағынан келген кезде Олғонут Шыңғысханның қайын жұрты. Қайын жұрты мен нағашы жұрты Құбай шеріден екен. Ол Қоңыраттың екінші ұлы. Ал енді Шыңғысханның өз жұрты қаяқтан шықты. Тарихтар жинағында жоғарыда айттық, алтын көзеден шыққан 3 ұлының кенжесі Тұсбұдауыт дейді. Тұсбұдауыттан Қаранут, Күнлеуіт. Қаранут, Күнлеуіт. Одан Күнлеуіттен Мисарұлық. Мисарұлықтан Қоралас. Қораластан Қандар әулеті шыққан. Ол тарихтар жинағында нақты жазулы тұр. Қораластан Шыңғысханның түп атасы жағы Қабылхан түп бабасы. Одан Бардан батыр, одан Есукей батыр, одан Шыңғысхан дүниеге келген. Демек, біз Шыңғысханды қазақ елінің негізін құраған, өте ертеде өмір сүрген Қоңыраттан екені нақты бейнеленген. Ал енді осы жерде және бір жағы айта кететін мәселеміз бар. Шыңғысханның енді бұл көп адамдар онша мән бермейді жағы. Бірақ ең негізгі ғылыми дерек осы ДНК сараптамасы. Шыңғысханның немересі Төленің ұлы Құбылай хан Қытайды жаулап алып, өзінің ордасын Ханбалыққа көшірген мәлім. Ханбалық қазір Пекин қаласы деп аталады. Сол Пекиннің атырабында, Пекиннің өзінде Құбылай ханның әулеттерінен ұрпақтары өмір сүріп жатыр. Соңғы деректер бойынша Шыңғысханның інісі Қасардың ұрпағы сол жерде. Сондай-ақ Құбылай ханның ұрпақтарынан Даян ханның ұрпақтары сол жерде. Міне сол кісілердің қан құрамын зерттеген кезде ескіше формула, бұл мынау үстіңгі. Жаңа формула, мынау астыңғы, екінші формула. Бұл екеуінің де мазмұны бірдей, бұл формулалардың. Сол қазақ қоңыраттарының мен Шыңғысханның Қытайдағы әулеттерінің қан құрамымен толық сәйкес келіп тұр. Қазақ қоңыраттарының ұрулары қатарынан 86% осы формуланы көрсетіп тұр. Бұл не деген сөз? Бұл Шыңғысханның шыққан теңі Қоңыраттан екенін білдіреді. Енді мынау біз айтып жүрміз, Шыңғысханды көп адамдар айтып жүр, Шыңғысхан қай жерде жерленген белгісіз, оны
өте бір жаңағы ойдан шығарылған тарихи деректер жасап шығарған Шыңғыс ханды бөтен елге, бөтен жерге жатқызу үшін мысалы айтады. Шыңғыс хан дейді, Жошы өлгеннен кейін, Жошы 1227 жылда, 1226 жылдың ақырында дүниеден өткен болу керек. Ал Шыңғыс ханның өзі 1227 жылы дүниеден өткен кісі. Арасында 5-6 ай ғана уақыт өткен. Сонда дейді, Шыңғыс хан дейді, Жошы қайтыс болғаннан кейін, анау 3 жылын бастап, анау неге аттанған дейді, жаулап алу үшін. Таңғұттарға. Таңғұт деген ел енді мынау ғой енді. Олар да сол қиыр шығыста болған, Монғолияның мынау солтүстік шығыс таманында. Сонан кейін мынау Тибет тауына таман, Тибеттің ішінде болған халық бұл таңғұттар. Соны жаулап алуға аттанды дейді Шыңғыс хан. Бұл қандай ақылға сиятын нәрсе? Ол өзі Шыңғыс хан сол дәуірде Шыңғыс хан өзі аттан құлап саятшылық кезінде кеселденіп жүрген кез тұғын. Оның үстіне Жошы хан қайтыс болды. Бұл енді аза тұтпай ма ол кісі? Аза тұту кезінде ол енді жаугершілікке аттанды дегені ол ақылға сыймайтын нәрсе. Шыңғыс хан ешқандай ол таңғұттарға жорыққа шықпаған. Таңғұттарды Шыңғыс хан өзінің алталаш құру барысында алталаш құрып болғаннан кейін, бұдан өзі өлерден 25 жыл бұрын таңғұттарды бағындырған болатын. Сондықтан бұл бекер әңгіме. Бекер әңгімені неге? Шыңғыс ханның жаңағы өлген жерін жасыру, көрсетпеу үшін жасалған нәрсе. Содан айтады жаңағы ертегішілер. Шыңғыс хан дейді, Таңғұттың патшасы Шидарқұлдың әйелін алды дейді, өзін өлтіріп дейді. Сөйтіп оны қойнына алған кезде жаңағы Шидарқұлдың әйелінің пышағынан жарақаттанып қайтыс болды дейді. Бұл өте ұятсыз тірлік, құрметті ағайындар. Бұл өтірік. Бұны айтып жүргендер Шыңғыс ханды біздің елден адастыру үшін айтып жүр. Шыңғыс ханның мазары Ұлытауда. Ұлытауда Алашахан мазары деген үлкен кесене бар. Ұлытаудың биігінде ол, пәсінде де емес. Сол Алашахан мазары Шыңғыс ханға тән. Оны Алашаханның Шыңғыс хан екенін Мәшһүр Жүсіп Бөкеев өзінің толық жинағында дерек бар. Жошының әкесі Алашахан деген жазулы тұр. Соның 8-ші томның 45-ші бетінде. Бұл не деген сөз? Демек, Алашахан деген мазар Шыңғыс ханға тән екенін білдіретін дерек бұл. Шыңғыс хан деген Жошының әкесі Алашахан десе, значит, Алашахан деген кесене, мавзолей, ол Шыңғыс ханға тән екенін білдіріп тұр. Оған қосымша тағы бір дерегіміз бар. Ол мынау Құлан қатын. Құлан қатын Шыңғыс ханның екінші әйелі болып есептеледі, екінші ханымы. Сол Шыңғыс ханның екінші ханымының кесенесі Ұлытауда. Сонда Шыңғыс ханның әйелі Құлан қатын Ұлытауда жерленсе, өзі қаяқта жерленуі мүмкін? Өзі Шыңғыс хан ол енді санау Құлан қатын санау Монғолиядан келіп жағы Ұлытауға бөлмейді ғой өз алдына келіп. Ол Шыңғыс ханмен бірге жүрген адам. Шыңғыс ханның үлкен ханымы Бөртебегім кіші ұлы. Кіші ұлы Төленің қолында. Қазақта кіші ұлы қара шаңырақ болып есептеледі. Сондықтан ол кіші ұлын қара шаңырақта қалдырған Шыңғыс хан. Оның анасы Бөртебегім сол қара шаңырақта кіші ұлының қолында болған. Ал енді Шыңғыс ханның өзімен бірге Ұлытауға келген Құлан қатын. Ол екінші ханымы. Ол да текті әйел. Ол да Манжур ханының қызы.
Ал енді сол құлан қатынның кесенесінің жанында жошының қызы болған ананың кесенесі де тұр. Біреуі жеңгесі болса, жеңгесі емес шешесі болатын шығар. Енді Шыңғыс ханның кіші әйелі мынау болған ана жошының қызына шеше болады. Шешесі құлан қатын кесенесі менен жошының қызы болған ана кесенесі Ұлытауда Қаракеңгір, Сарыкеңгір өзендер түйіскен жерінде екеуі қатар тұр кесенелері. Екі кесененің арасы 20 метрден аспайды. Себебі олар туыс адамдар. Бір отбасының адамдары десек те болады. Ал енді соны ғалымдар мынау болған ана кесенесін қазып, оның жаңағы сүйегін зерттеп, мынандай бейнесін жасаған ғалымдар. Бұл құлан қатын бейнесі. Бірақ енді өкінішке қарай, мынау болған ананың бейнесін жасаған. Өкінішке қарай, құлан қатын кесенесін зерттеп, онда мынау құлан қатын кесенесі, бұл Шыңғыс ханның екінші ханымының кесенесі деген әңгіме жоқ. Ал егер соны мынау құлан қатын кесенесі Шыңғыс ханның екінші ханымы Ұлытауда екені анықталса, онда Шыңғыс ханның жатқан жері Алашахан кесенесі екені анықталар еді. Ал енді осы 3 кесене қойып, 4 кесене. Бірінші біз 2018 жылы Ұлытауға арнайы сапармен барып, бір топ ағайындарыммен біз көрдік. Шыңғыс ханның кесенесін көрдік. Жошы ханның кесенесін көрдік. Ең биік жерде Шыңғыс ханның кесенесі тұр. Ұлытаудың биігінде. Енді шыңында емес әрине, бірақ биік жерінде Шыңғыс ханның кесенесі тұр. Ал енді одан бір 20 шақырымдай жерде Жошы ханның кесенесі бар. Ол сәл төменіректе тұр. Ол Қаракеңгір өзенінің үстіртінде. Ал енді кесенелердің әрқайсысы өз орнына лайықтап жасалған. Шыңғыс ханның кесенесі өте үлкен, сәулетті. Мынау шығыс сәулеткерлердің қатысуымен жасалған болу керек. Ал енді екінші мынау Жошы хан кесенесі оған қарағанда шағындау. Содан кейін ол жағы төменіректе тұр. Қаракеңгір өзенінің үстіртінде, жағасында дерлік. Ал енді мынау болған ана менен құлан қатын кесенелері о пәсте. Қаракеңгір, Сарыкеңгір өзендерінің тоғысқан, қиылысқан жерінің жағасында тұр. Бұны да бұл сол кездегі жағдайдың мазмұнына байланысты ойластырылған. Шыңғыс ханды ең биік жерге қорған, жан-жаққа көріп отыру керек оқысы, жан-жаққа қарап отыру керек деген сияқты. Содан кейін екінші сәл пәсірек жерде Жошы ханның кесенесін қойған. Содан кейін төменге дарияның жағасына екі болған ана менен Жошының қызы Шыңғыс ханның екінші ханымының кесенелерін орналастырған. Бұлар да өз орындарына сай. Ал енді біз осы жағдайлардың бәрін біле тұрып, біз енді қалыс қала алмадық. Мына Шыңғыс қаған ұлы бабамыз деген кітапты жарыққа шығардық. Мұнда Шыңғыс ханға байланысты негізгі деректердің барлығы қамтылған. Дәлелді бәрі. Мынау елдің назарына айта кетейік. Мына жерде менде екі төс белгілі жазылып тұр. Мұны жарыққа шығарған Албаныс Батыр Республика қоғамдық қорының төрағасы Бауыржан Оңғарбаев мырза. Мынау тарихқа өте қатты қызығатын, қамқор болып жүрген азамат. Сол кісінің
жасап шығарған мынау төсбелгілері, медалдары мен мақтанышпен тағып мынау тұрған Алпамыс батыр несі медалі. Мынау тұрған ұлы бабамыз Шыңғыс Қаған медалі. Біз бұл медалды мақтанышпен мынау арнайы іс-шараларға мақтанышпен тағып баратын болдық. Оны көптеген мынау біздің ағайындарымыз бұл төсбелгілермен, медалдармен марапатталып жүр. Олар мақтанышпен тағады. Ал енді Алпамыс пен Шыңғыс ханның арасында қандай туыстық қарым-қатынас бар? Оны да айта кетейік. Мынау орыстың ғалымы Левшин деген бар, этнограф. Сол этнограф ғалым айтады. Мынау Алашахан туралы айтады ол кісі. Бір кездері дейді, мынау қазақтар дейді. Енді ол кісі қазақтар деп жазады. Ол кезде енді қазақ деген атау жоқ қой енді. Көк түріктер қағанат тұсында. Ноғайлармен бір болып дейді, дәуірледі дейді. Үлкен хандық құрды дейді. Кейін мынау ханзадалар хандық билікке таласып, өзара қырқысып, кейін қағанат іреді дейді. Сол іреген қағанатты бәрін, сол рулардың бәрін қайтадан басын қосып, қайтадан қалпына Алашахан қалпына келтірді дейді. Бұл мынау Шыңғыс ханды айтып отыр, Алашахан деп. Екеуінің арасында 450 жыл өткен сонда. 745 жылы көктүріктер қағанат іріді. Ал енді 12 ғасырдың басында Шыңғыс хан 11 ғасырдың аяғы мен 12 ғасырдың басында 13 ғасырдың басында Шыңғыс хан өз империясын құрды. Сөйтіп, ол әуел Алталашты құрды. Алталашты қайсы тайпаларды ол Алталаш қылып біріктірді. Ол Найман хандығы, Керей хандығы, Меркіт хандығы, Жалайыр. Ол кезде Жалайыр бірақ хандық болмаған. Татарда да хандық жоқ еді. Сол екі хандық болған енді. Керей хандығы мен Найман хандығы. Меркітте хандық болмаған, Жалайырда хандық болмаған, Татарда хандық болмаған. Қоңырат. Қоңырат ол кездерде Қалқа өзенінің жағасында көп малды Қоңырат деген ел бар дейді. Сол Қалқа өзенінің жағасында дүниеге келген Шыңғыс хан. Шыңғыс ханды Қалқа Моңғол дейтін де сол. Қалқа жағасында Қоңыраттар отырған. Неге Қалқа Моңғол дейді? Себебі Қалқада дүниеге келген адам болды. Сол өңірде Алты Алашты құрғаннан кейін Шыңғыс хан Қалқа өзенінің батыс жағына келіп, Алты Алаштың туын тікті. Енді баз біреулер айтады, Алты Алаш дейді, қазақ, қырғыз, Ташкент маңындағы құрама, Қарақалпақ, Ноғай татарлары осы Алты Алаш болған дейді. Ал енді қазақтың үлкен академиктердің біреуі Тілеуберді Сайдолдин оны нақты көрсетеді. Алты Алаштың құрамына қандай тайпалар жатқанын. Оның айтуынша жаңа біз айтып кеткен 6 тайпа. Ал енді осылардың басын біріктірген Шыңғыс хан оп-оңай біріктіре салған жоқ. Шыңғыс хан мына көктүріктер қағанатының дәуірлеу кезеңінде салынған ескерткіштер болды ғой. Сол ескерткіштерді Шыңғыс хан көрген. Шыңғыс хан сол ескерткіштердің жанында тәңіршіл бақшылар отырған. Сол тәңіршіл бақшылардың әңгімесін естіп өскен жігіт Шыңғыс хан.
әкесімен бірге барып жас кезінде, кейін өзі барып сол маңайда өздері жаңағы ас беріп дегендей. Ол тарихты өте кемел білген адам Шыңғыс хан. Сондықтан өзін мемлекетінің атын Моңғол деп қойды. Моғол деп қойды. Неге Моғол деп қойды? Себебі Көктүріктер қағанатының ең мықты ханы Моғолжан болған. Моғолжан. Ол Моғолжан Көктүріктер қағанатының бірінші ханы Құтлық ханның ұлы, үлкен ұлы. Оны Тардуш Шады дейді. Тардуш Шады, соны кейін оның 684 жыл дүниеге келген Күлтегін, оның інісі Күлтегін батырды қазақтың бәрі біледі, тарихта белгілі. Ал оның ағасы Моғолжан екенін білмейді. Бірақ ол тарихта жазылып. Оны Қытай тарихында Моғолиян дейді. Оны біздің мынау түркі тіліне салған кезде Моғолжан болып шығады. Міне осы екеуі мынау Қапа ханның тұсында 16 жасар Күлтегін менен Көктүріктер қағанатын Тардуш Шады дейді оны Моғолжанда. Тардуш Шады деген ол батыс Шады деген сөз. Сол батыс Шады Көктүріктер қағанатының ордасы сол Қалқа өзенінің жағасында болды ғой. Ол тарихтан белгілі. Сол 701 жылы қағанаттың шекарасын кеңейту үшін, батыс жағын нығайту үшін Шу бойындағы тайпаларды бағындырып алады. Сөйтіп, сол жерде Қапа ханның, ол кезде Қапа хан соның бұйрығымен, жарлығымен еншілік аймақ деп Моғолжанға бекітіліп берілген. Себебі ол өзі қосты ғой енді қағанатқа. Ал енді соны 716 жылы өзі хандық билікке келгенше өзі батыс Тардуш Шады ретінде сол Шу бойындағы тайпаларды өзі билік жасады. Дәстүр бар түркілерде. Кім сол елді билесе, сол елдің атыменен мемлекет аталатын болған. Мысалы үшін Ноғай татарлары. Ноғай деген қайдан шықты? Ол бұрын татар болған. Ноғай деген сол елдің ханы болған адам. Біз Ноғаймыз деп кетті. Сол сияқты қойды. Сол Моғолжан бағындырған ел кейін 716 жылы билікке келді ғой, Білгі хан деген лауазымдық атпен. Сол кезде ол кісі сол тікелей билік жасаған Шу бойындағы тайпаларға. Бірақ өзінің төл аты Моғолжан ғой. Соның төл атымен Моғолстан деген мемлекет пайда болды. Мұны біздің қазақтың тарихшылары көп ескере бермейді. Өте дұрыс емес ол. Оны ескеру керек. Ол Моғолстан деген мемлекетпенен Моңғолияны шатыстырып жүргендер де бар. Ол болмайды. Содан кейін осы Моғолстанда дейді Шыңғыс хан дүниеге келді дегенде жалған әңгіме бар. Шыңғыс хан ол Моңғолияның қиыр шығысында, жаңада біз көрсеттік қой. Сол Моңғолияның қиыр шығысында туылған адам. Ал енді оны келіп, мынау Жетісуда туылды. Жетісуда сол Қытайша жердің атын қазақшаға қалай бейімдейін десе де өз еркін, мысал үшін. Біз мысал үшін Қытай тілін мен білмеймін, мысалда. Сіз де білмейсіз Қытай тілін. Ал енді мен Қытай тілін білем деп кейбір адамдар оның өзінде осы жерде, Керуленде осы жерде, мынау Жетісуда, Қалқа дегенде осы жерде, содан кейін мынау Моңғолияның жаңағы Үгедей қағанның астанасы болған Қарақорым деген не бар, қала. Қарақорым да осы мынау Жетісуда деп әбден былықтырып жүрген кісілер бар. Ол негізсіз. Сондықтан бұны дұрыстап қарау керек. Мен енді ол кісінің атын айтпай қояйын, оны дәріптеп жүрген кісілерді. Керулен.
Иә, осы Керуленді де, ононды да Селенге деген дария бар. Бұл қазіргі Моңғолияның жері ғой. Селенге деген дария бар. Соның бәрін, мына Енесей. Осы Селенгінде, Қарақорымды да, ононды да, Керуленді де, осы Жетісуда деп жұртты шатастырып жүрген кісілер бар. Енді бірақ түп негізіне барлық шындыққа барады. Сондықтан осыны біз халықтың алдына түсіндіруіміз керек, шындықты. Так, енді не айтамыз енді? Мынау Алпамыс. Алпамыс туралы айта кетейік еді. Мынау Алпамыс батыр Шыңғысхан неге өзінің мемлекетін Моғолстан деп атады? Ол жөнінде мен айтпадым ғой деймін, соны айта кетейін. Міне, Шыңғысхан өзінің мемлекетін Моғолстан деп атаған себебі, ол өзінің тікелей атасы Моғолжан. Моғолжанның атын жаңғыртып, өзінің мемлекетін Моғолстан деп, Моғол деп қойды. Моғол оның Шыңғысханның атасы. Ал енді Рашид ад-Дин жазады, Моғол дүрліккен деп жазады. Моңғол емес, оны Моңғол деп кейін өзгертіп алған. Енді мынау тарихты бұрмалаушылар. Моғол дүрліккеннің негізгі тайпасы ол қоңыраттар. Ол жазулы тұр. Оны ешкім теріске шығара алмайды. Оны арғарап біз тарқаттық. Қоңыраттың жаңағы балдары кім, оны қайталамай қояйын. Ол Жорлық Мерген, Құбай шері, Тұс-Бұдауыт, олардан Шыңғысханның жаңағы өз түп негізі содан шығып тұр. Моғол деген сөздің өзі ол Шыңғысханның атасы. Көктүріктер қағанатының қаны. Осыны ескеруіміз керек. Ал Көктүріктер қағанатының батыры Алпамыс. Алпамыс та Қазақ Совет энциклопедиясына жазады. Алпамыстың түп негіздеріне 1300 жыл толды деп. Бірақ мынау тәуелсіздік жылдарында шығарылған энциклопедияда ол ескерілмеген. Негізі ескерілу керек. Ал енді Алпамыс батыр жыры қазақтың ең көне жыры, қоңыраттардың жыры. Алпамыс батыр оны алып елетміш дейді. Алып елетміш деген атпен ол Көктүріктер қағанатының батыры болған кісі. Ол 682 жылы келіп, Көктүріктер мынау қағанаты құрылып атқан дәуірде ең алғашы кезден бастап 716 жылға дейін бас батыр болған ол. Алып елетміш айтады, мен дейді, Құтлық хан менен Қапахан үшін жаратылғанмын дейді. Себебі Құтлық ханның тұсында да ол бас батыр болды. Қапаханның тұсында да бас батыр болды. Ал енді Алпамыста мынау Гумилев айтады. Алпамыс түрік қағанатының дәуірінің батыр дейді. Көктүріктер қағанаты деген сөз ол. Одан кейін Алпамыстың мынау жырына байланысты айтады. Алпамыс батыр жыры мынау ойраттардың қалмақ қазақ соғысы кезінде көп өзгеріске ұшыраған дейді. Ал енді Алпамыстың соғысқан мемлекеті негізі Қытай болған. Қытаймен соғысқан. Мынау неге қоңыраттар тұрақты Қытаймен соғысты? Себебі Қытаймен екеуі қатар қоныстанған. Мынау хун дәуірі. Оны күн деген сөз ол. Қытайлар хун деп жазады, орыстар гун деп жазады. Ал біздің оның қазақша аты күн. Күн, біз Күнқұрат негізі. Бұл мынау Қоңырат деген аттың өзі кейін мынау айтылу ыңғайына қарап шыққан атау ол. Күнқұрат деген дұрыс болады. Себебі күн дәуірі мынау ең ақырында Оғызханнан бастап алған Шәкәрім қажының өзі айтады ғой. Қоңыраттардың түпкі атасы Оғызхан деп. Сол Оғызханнан бастап алған тарих 90, бұл енді біздің дәуірімізге дейінгі 209 жылы
дүниеге келген адам Оғыз хан. Біздің дәуірімізге дейінгі 174 жылы дүниеден өткен адам. Ал енді біздің дәуіріміздің 93 жылы ол құрған ұлы мемлекет, 300 жылдай өмір сүрген мемлекет ыдырайды да, ол Ергенеконға барып паналайды. Ергенеконда Құрлас деген хан болған. Құрластың ұрпағы көп болған. Құрластың ұрпағы өздерінің құраттарымыз деп атаған. Ал сол құраттар өздерінің түпкі аты күн дегенді қосып, күн құрат деген ат осыдан шығып тұр. Бірақ енді айтылу ыңғайына қарап Қоңырат деген. Ал енді Әбілғазыда жазады, Ергенеконнан Қоңыраттар шықты деп. Рашид ад-Дин де жазады, басқа рулардың бәрінің ошағын таптап бірінші болып шықты деп. Содан кейін кім Әбілғазы шежіресі біздің қолымызға тиді ғой, біреулер түсінбей жүр. Мысалы үшін Әбілғазы Моңғол деп жазады, Моңғол деп жазғаны Моғол, дүрлікке Моғол дегені сол Моңғол. Соны бәз бір кісілер кәдімгі мынау Моңғолмен шатыстырады. Біз Моңғол деген ұлт деген ол кезде болмаған, ел болмаған. Ол 1920 жылдары дүниеге келген мемлекет. Сол дәуірде, ал неге ол өрді ол Моңғолдар басып кетті? Себебі мынау Шыңғыс ханның кіші ұлы Төленің ұлы Құбылай Қытайды бағындырып алды ғой. Қытайды бағындырып алғаннан кейін ордасын Ханбалыққа көшірді. Ол кезде Ханбалық деп атаған ол кісі. Ол кезде Пекин деген ат жоқ. Ханбалыққа көшіріп сөйірді ордасын, сол Қытайдың жағы Ханбалығына көшіріп сөйірді отырған ордасын тігіп. Бірақ жаз айларында қалқаға шығып, тамыз айында сөйтіп қалғада 10.000 бие байлап, оның қымызын ішіп, сол демалған ол кісі. Ол туралы деректер бар. Ол қымызды өзінің хандардың өздері ішеді, хан әулеті, содан кейін Қоңыраттар ішеді. Ол туралы да деректер бар. Ал енді мынау халқа Қоңыраттар дегеніміз де сол. Халқа Қоңыраттар сөйірді қалып кетті. Алтын шежіренің 84-ші безінде жазылып тұр. Халқа өзенінің Бұйра көлінің құяр сағасында көп малды Қоңырат деген ел бар деп. Міне сол біздің Шыңғыс ханымыздың шыққан тегі сол жер. Жаңа біз көрсеттік енді, реально көрсеттік. ДНК-сында көрсеттік. Қалай жағы алтын көзеден шыққанында көрсеттік. Енді мен білмеймін, біздің қазақ өзіне жағы тарих керек болатын болса, осының бәрін ескеру керек. Осының бәрін басын құрауымыз керек біз. Санау мынау күн мемлекеті, гун мемлекеті ғой енді ол. Ал енді қалай гун мемлекеті мынау батысқа келіп, гун болып кетті? Ол айттық қой, мынау 80-ші жылдары, мынау осы біздің жыл санауымыздың 80-ші жылдары ыдырайды. Мынау Қытайдың жібегіне, алтын күмісіне қызыққан, мынау сауда-саттықпен айналысқан, мынау түстік жағы Қытай жаққа ойысып кетеді. Мынау оны табуашар дегені солар. Олар бір кездерде Таң әулеті деген Қытайды билеген. Таң әулеті де біздің сол өзіміздің мынау бүгінгі қазақ болып отырған мынау тайпалардың ұрпақтары. Сол Қытайға ойысып кетті. Негізгі бөлігі. Содан кейін солтүстіктегі мынау біздің қалқаның жағасында отырған Қоңыраттардың мемлекеті қалып кетті сөйірді. Сол кезде ona tarihte жазады, халқа өңіріне дейді, қара шегіртке қаптап, жұртқа халық ұшырады дейді. Мынау ұрыстан келген жағы кесапат ары қарап жалғасып, табиғаттың жағы қуаңшылығымен жалғасып кетті дейді. Сол кезде 93 жылы мынау ол кезде Сәмби болған, татарлардың түпкі аталары. Сәмби мен қырғыздардан бір соққы алады біздің Қоңырат аталарымыз. Одан кейін мына Қытайдың әскер 93 жылы келіп қырып салады.
Одан қиян мен нүкіс бірнеше жағы өзінің ағайындарымен Ергенеконға барып паналайды. Мен енді бұл неге айтып отырмын? Мынау қоңыраттардың тарихының жалғастығын айту үшін айтып отырмын. Шыңғысхан әулеті ол тақыр жерде пайда болмаған. Осындай батыр ұрпақтың әулеті. Ергенеконнан шыққаннан кейін 552 жылы түрік қағанатын құрады. Қалқаны қайтарып алады. Ол кезде Жужандардың аты, ол кезде татарлардың мемлекеті Жужан деген аты болған. Оның ханы Анахуанды жеңіп талқандап Божман қаған дейді. Оны жаңа оқылымда Орынбай Бекжан деген ғалым Бумын қағанды Божман қаған деп дәлелдеп жүр. Енді ол ары қарап оны ғылыми ортаға кірігі батыр бұл әңгіме. Мынау қазақ тарихи антологиясы деген кітапқа сол Божман қаған болып енді ары қарап тағы да ғалымдардың өз жұмысы. Бірақ мынау Орынбай Бекжан осы Божман қағанның әулеті түрік қағанатын билегенін, әр ұрпақтың атын ғылыми түрде ол дәлелдеген. Ал енді кейін ол түрік қағанаты екіге бөлініп ыдырайды. Кейін ол 630 жылы мынау негізгі бөлігі, мынау шығыстағы бөлігі Елхан, Қат Елхан қолға түсіп, шығыс түрік қағанаты құлайды, кейін батыс түрік қағанаты да ұзаққа бармайды. Соның орнына көк түрік түрік қағанаты пайда болған. Бұның барлығы тарихи жағдай, жалғастық. Осы негізде Шыңғысхан сол жерде пайда болған адам. Ол Жетісуға қатысы жоқ. Сұрақтар бар ма, азаматтар? Жаңағы Халқа өзені Бұйра көліне құяды ғой. Сол Бұйра көлінің жағасында көп малды қоңыраттар бар деп өзіңіз келтірдіңіз ғой, солдай дерек бар деп. Сол Бұйра деген атау біздің шежіре бойынша Алпамыстың әжесінің аты Бұйра. Алпамыстың әжесінің аты. Сол жаңағы өзіңіз бұрынғы осында ютубқа шыққан кезде айтып едіңіз ғой, осы барлығын келтіріп, сол кезде Божман қағанның қандай түрік қағанатын құрғандығы, оның жалғасы көк түрік қағанаты, сол көк түрік қағанатының бас қолбасшысы, бас батыры Алпамыс батыр деп алып елетміш. Сол алып елетміштің әжесі болып тұр Бұйра. Енді байқап қарасаңыз, сол Бұйра көлі сол кісінің атынан қойылып тұр. Сол жерде Шыңғысхан өмірге келіп тұр. Осының өзі Алпамыс менен Шыңғысханның туыстығын көрсетіп тұр ғой. Бір дәлел дұрыс. Мен осылай ойлаймын, сіз қалай қарайсыз дегенім ғой. Енді бұл сіздің айтып отырғаныңыз қосымша дәлел. Иә. Бұл Шыңғысханның жаңағы қоңыраттығы ол ғылыми тұрғыда толық дәлелденген нәрсе. Ал енді сіз қосымша дәлел ретінде айтып отырсыз. Енді мынау ономастика жағынан алғанда да, тарих жағынан алғанда да ол Шыңғысханға ешқандай дау жоқ. Ол Монғолияның қиыр шығысында отырған Қытайлармен шекаралас болған қоңыраттардың тайпасының ішінде өмірге келген адам. Ал жалпы мынау неге мынандай сұрақ туады? Шыңғысхан неге өзінің ордасын, алтын ордасын Ұлытауда тікті деген? Бұл жерде де тарихтан сабақ алғандық бар. Мынау түрік қағанаты да, көк түріктер қағанаты да мынау Қытайлармен жағын отырып, араласып, құралас болып кеткендіктен араға іріткі түсе берген. Олар араға іріткі түсудің өте жақсы пайдаланған. Мысалы, Шығыс түрік қағанатының ханы Қат Елхан дейді. Ол енді шынында да қатты мықты адам болған. Бірақ соның інісін
Қытайлар өздеріне қаратып алған. Сол ағасы мен інісі араздасып, бір-бірін жағы, мұна інісі мұна Қытайлар жағына шығып кеткен. Содан барып, мұнау көк түріктер қағанаты, шығыс түрік қағанаты құлайды. Ал енді көк түріктер қағанатының құлауы да осыған ұқсас. Оның құлауы былай. Көк түріктер қағанатының ханы айттық қой жағы. Моғолжан. Моғолжан хан болған кезде оның лауазымдық аты Білге хан болған. Сол қайтыс болғаннан кейін оның кіші ұлы Тәңір ханның тұсында мынау Білге ханның жесірі Бөбек ханым. Ол түн көк. Оны тоны көк деп аударып жүр, бірақ ол енді түн көк. Үкі деген сөзге келеді мағынасы. Ол да табғаштық болған. Сол табғаштық түн көктің қызы Бөбек ханым. Бөбек ханым анау сарайда күзет қызметін басқарып жүрген қарапайым Тарханды орда қызметіне тартады. Бас уәзір қылады ма, уәзір қылады ма. Бірақ ол орданың ішіне кіргізуге ақысы жоқ тұғын. Осы мәселеден жанжал шығып кетеді. Батыс жады жанжал қылғаннан кейін ол Тәңір хан жаңағы ұлына ана батыс жадын өлтіртеді. Тарғастырып. Сонан кейін шығыс жады келіп, орданы шабады. Осындайдан кейін барып, қағанат құлайды. Сол кезде, анау Қытайға негізі қытайлық тәрбие алған адам ана Бөбек ханым. Қытайдың тілін білген, Қытай сарайында тәрбие алған адам. Айтты қой жағы, тоны көктің өзі табғаштық деп. Олар Қытайдың тілін білген. Сол дереу Қытаймен мүмкін, ол Қытайдың барлау қызметімен байланысты болған болуы да мүмкін. Мүмкін мынау Білге ханның өзі жағы уышып қаза болды ғой. Мейлібек дегенмен бірге тамақтанып отырып, уышып қаза болды. Оған Бөбек ханым да қатысы болуы мүмкін. Ал енді осындай жағдайлардан кейін Шыңғыс хан өзі көрегендік жасап, өзінің алтын ордасын Ұлытауға әкеп қондырған. Плано Карпини деген Қытайдың, Италияның жиған кезі сол жазады. Ұлытаудағы Шыңғыс ханның алтын ордасын Шыңғыс ханның әйелдерінің бірі ұстап отырды дейді. Ол кім? Ол Құлан хатын. Неге ол орданы Шыңғыс хан неге Ұлытауға көшті? Себебі ол Қытайдан аулаттатқысы деді. Аулақтатты. Неге Шыңғыс хан анау Хорезм ханымен соғысты? Себебі Хорезм ханы Шахы. Мынау қазақтың сыр бойындағы көп қалаларын өзіне қаратып алған болатын. Содан кейін Хорезм ханымен олай бұлай болу керек, онымен дос болу керек. Болмаса оны құрту керек. Себебі өзінің хандығының болашағын солай сақтау керек. Сондықтан ол Хорезм хандығын жойды. Отырарды өзіне қосып алды. Ал енді біреулер айтады, Шыңғыс хан деген қаншыр болған, ол деген мынау отырарды өртеген, қиратқан. Ал оның ар жағында не мәселе болды? Осы жағына қарау керек. Шыңғыс хан ол отырарды қиратқысы келген жоқ. Шыңғыс хан отырарға өзінің елшісін жіберді. Елшісінің қасына 450 өзінің өзіне қатысты, содан кейін басқа халықаралық дәрежедегі үлкен саудагерлерді қосып жіберді. 450 мұсылман дейді. Отырарға сондай үлкен көңіл бөлген ол Шыңғыс хан. Болмаса сонша адамды жібереді ма? Керуен келді. Отырардың ханы Қайыр хан. Оның аты айнал шықпа сондай болған. Сол кімнің нағашысы болып келеді екен? Хорезм шахы Мұхаммедтің. Мұхаммедке адам жіберіп,
Мұхаммедке осындай мынау бізге келді, мына 450 адам келді бізге, сондай керуен келді, бай жаңағы дүниесімен келді, сауда саттық жасаймыз деді. Содан кейін елшісін жіберіпті дейді. Онда дейді елшісін де бәрін қырып тастап дүниесін алып олардың дейді. Хорезмшах осындай бұйрық береді. Ал енді Қайыр хан осы жерде үлкен халықаралық дәрежеде қателік жасаған. Ондай қатыгездікке бармау керек еді. Шыңғыс ханның жіберген елшісін де өлтірді. Бір адам қашып шығып, жаңағы тығылып қалған екен, сол қаланың бір бұрышында, сол қашып барып Шыңғыс ханға бір жағдайды айтады. Сол кезде Шыңғыс хан өте қатты қайғырған. Таудың басына шығып алып зар илеген. Енді отырарды өзінің қосып алғысы келді, оған адамдары жіберді, барлық саясатын туралады. Ал ол болса қатыгездік жасады. Шыңғыс хан зар илеп Құдайдан сұрайды, мен не істеймін енді деп. Сөйтіп 3 күннен кейін барып сол таудан түседі. Сөйтіп бекінеді, мен мұны жазаламасам болмайды дейді. Одан бұрын ол Хорезмшахқа да жіберген болатын елші. Хорезмшахқа айтады, біз әке бала болайық, мен әкең болайын, сен маған бала бол. Сөйтіп жақсы қарым-қатынас. Ал ол Хорезмшах оны Шыңғыс ханмен бұл қарым-қатынас жасауды бұл өте өзін ұлы деп санаған. Ол Шыңғыс ханды төмен санаған, сөйтіп оған келісім бермеген. Келісім бермеген былай тұрсын. Анау Найманның кіші ханын ба қуып осы тіріде ұстап әкелеміз деп Жошының әскері келген ғой, енді осы мынау Хорезмшахтың жеріне кіріп кеткен, Қарақұмға дейді. Оны мынау Хорезмшахтың барлаушылары біліп қойып, Хорезмшах қайтады, ой, моңғолдардың әскері кіріп келді бізге. Давай оны давай қырып тастау керек, соғысу керек деп әскерін бастап, өзі бастап шығады. Сонан кейін ұлының аты кім еді? Кім? Жалаладдин. Жалаледдин әлі әскер басы ол шығады. Сөйтіп Жошының әскерінің артынан қуады. Жошы енді көп болса ол 4 1000 әскер, бір дивизияда енді. Ал енді мынау 100-ге 1000 әскермен барады. Сол кезде Жошы айтады, біз соғысуға келген жоқ, біз сіздермен. Бізде ондай бұйрық жоқ. Біз соғыспаймыз дейді. Сонда да бұлар қоймай соғысады. Сол кезде мынау моңғол, біз енді моңғол деуіміз керек, бұны моңғол емес. Моңғол әскерлерінің қуатын сол кезде Хорезмшах көреді. Ортада отырған Хорезмшах әскерінің қолға түсіп қала жазайды. Анау Жалаледдиннің жаңағы батырлығымен әйтеуір аман есен құтылып кетеді. Содан байқайды, бұл моңғолдармен соғысу қиын екен деп. Содан кімнің өзінен де береке кетеді. Бірақ отырарға 10.000 әскер береді Хорезмшах. Барып жәрдем беруге. Сосын отырардың өзінің әскері де бар. Сонан кейін жан-жағын ор қазып, анау қорғандарын бекітіп, Шыңғыс ханның әскерін бұлар қарсы алады. Сөйтіп Шыңғыс ханның бұйрығы былай болған. Анау Қайыр ханды маған тірідей алып келесіңдер деген. Сондықтан ол қаланы бүлдіргісі келмеген Жошы. Сөйтіп мені тірідей әкелесіңдер деп айтқаннан кейін әкесі қаланы бейбіт түрде қосып алуға тырысады, бірақ болмайды, қоршап алады. Қоршап алып отырған кезде анау кім жіберген Мұхаммед жіберген 10.000 әскердің бастығын қақпадан ашып, сыртқа шығып беріледі. Содан кейін мынау Жошының әскері қалаға кіріп, Қайыр ханды қолға түсіреді. Сөйтіп тірідей апарып Шыңғыс ханның алдына алып барады. Шыңғыс хан сол жерде оның жазасын береді. Сонда одан кейін тағы мәселе бар. Жошы әскері сыр бойындағы жед бар,
Сығанақ бар, басқа қалалар бәрін бағындырады. Егер көнбесе, соғыспен алған. Егер келіссөзбен алса, бейбіт түрде қосып алған. Сөйтіп сыр бойындағы барлық ескі тарихи қалалар. Ал енді біреулер айтады, бәрін қиратты. Жоқ, ол қалалар қирамаған. Мынау Ұлы Жібек жолында қалалар гүл жайнап, Шыңғыс ханның тұсында, одан кейінгі мынау Бату ханның дәуірінде, Ұлы Жібек жолы кезінде ол жерлерде керуен сарайлар, базарлар қайнап тұрған. Мынау біздің қазақ көшпелі халықпыз, малдарын апарып сатып, өйердің керек жарағын алған. Ал бұл қалалар неге жансызданып қалды? Ұлы Жібек жолы тоқтады ғой. Бұл 1385 жылы мынау исламның көк туын көтеріп, мынау Ұлытауға қарап шапқыншылық жасаған Темір. Темір сол Тоқтамыстың қолымен Ұлытауда 1385 жылы соғысып, соны жеңеді. Арғырып, Сарай Бату деген, тағы басқа, Астрахан, басқа қалалардың бәрі қиратады Темір. Бұлар кәпір дейді. Себебі ол кездерде ол жаңағы тәңіршіл болған біздің мынау хан ұрпақтары мұсылманшылыққа, исламға кірмеген кезет. Бұл кәпірлердің қалалары дейді, бәрін қиратады жаңағы. Сосын мынау батыс пен Егортаға қатынап тұрған Жібек жолын тоқтатады. Жібек жолы тоқтап қалды. Содан кейін сыр бойындағы жаңағы Ұлы Жібек жолының бойындағы қалаларда қолөнермен шұғылданып отырған кәсіпкерлердің жұмысы тоқтап қалды. Керуен сарай тоқтап қалды, базарлар тоқтап қалды. Не болды содан кейін? Қала жансызданды. Қалалар сөйтіп бірте-бірте өлді. Бұл қалалардың шамын сөндірген адам Ақсақ Темір. Ақсақ Темір жаңағы өте діндар адам болған өзі. Бірақ осы түркілерге келгенде ол өте жауыздық жасаған адам. Мынау Осман түріктерінің ханында Баязитті жеңіп, оны жағы темір торға қамап, жүрген жерінде алып жүрген міне. Мынау Баязит хан, Баязит сұлтанмен жеңгем деп. Міне ол кімнің жауыздығы Ақсақ Темірдің. Содан кейін мынау Ұлытауға бардық дедім ғой, 2018 жылы. Сол кезде Шыңғыс қағанның кесенесінің ат жағында ескі қорым бар. Сол көне дәуірден қағаны. Сол Шыңғыс ханның жақтаушыларының ағайындарының қорымы. Сүйірге әкеп қойған ағайындары. Біздің Қоңыраттарға әсіресе көп қырғын келтірген. Но Абылай хан да онша біздің Қоңыраттарға теріс қараған, оны да айтуымыз керек. Себебі біздің Қоңыраттар Абылай ханды мойындамаған. Сол да біздің Қоңыраттарға көп кесірін тигізген. Бұл енді тарихи жағдай. Мен мысал үшін Абылай ханды жамандамай-ақ қояйын, бірақ ол кісінің хандар әулетіне жату жатпауы ол сұрақ. Қандай сұрақтар бар сіздерден? Бір сұрақ бар енді. Мынау сіз көне тарихта, көне шежірелерде көп зерттеп жүрсіз. Әсіресе Рашид ад-Дин, Әбілғазы, тағы сол сияқты шетелдегі жазбаларды бәрін. Соның ішінде бір сөзіңізде өткенде айттыңыз, осы өзбектерде алпамысты иеленіп жүрді ғой бір майдан. Әлі де ол сол үлесім бар деп есептейді. Сол Алпамыш деген жырында бір реті келгенде пайдаланып едім дедіңіз. Сол қай жерде пайдаландыңыз осы Алпамышты? Енді бұл былай ғой, негізі ол Қоңыраттар өзі өте үлкен тайпа болған бұрыннан анық. Ол Қоңырат деген ел
көп жерлерде бар. Бірақ Әбілғазы мынандай сөзі бар. Моңғол болмаса да көп елдер моңғолымызда қосылып кетті дейді. Ол моңғол деп отырғаны моңғол дүрліккен моңғол. Ол Қоңыратты айтып отыр. Күндерді айтып отыр. Біз Қоңырат болмаса да Қоңырат бізде қосылған елдер бізге бар. Себебі біздің қарамағымызда болған мынау Сурхандария бойындағы елдерде, Қарақалпақстандағы елдерде бізде Қоңырат бізде қосылғандар бар. Ал енді мен нақты айта алмаймын, бірақ Алпамыстың туған жері ол мынау Түркістан атырабы. Алпамыс Батыс Түрк қағанатының ханының ұрпағы. Батыс Түрк қағанатының хандығының ордасы Түркістан атырабында болған. Оны тарихта жазады. Шаш қаласының теріскейіндегі көгалды аймақта Батыс Түрк қағанатының ордасы тігілді дейді. Соның ең мықты ханы Түн Жабы хан дейді. Сол болған. Түн Жабы ханның ұлы Байбөрі. Байбөрі ол да жауынгер болған, ол да батыр болған. Ол мына Кавказ арқылы мынау жол ашу үшін, тарихи жол ашу үшін Венецияға, Константинополь дейді ол кезде. Константинопольге жол ашу үшін Кавказ арқылы соғыс жүргізіп жатқан кезде Айбарлы Түн Жабы ханды қасықпен өлтіреді. Мынау Жетісуда болған, оның Жетісуда, мына Түркістан атырабында болған ғой енді несі, орталығы. Соны өлтіргеннен кейін, анау бөрінің қол астындағы әскерлер ыдырай бастайды. Хан өлгеннен кейін енді ол хан емес, анау бөрі хан емес, ол ханзада. Содан кейін әскер ыдырай бастағаннан кейін ол өзінің еншілік аймағына келіп қоныстанған. Менің ойымша ол мынау Түркістан атырабында ол кезде мынау Батыс Түрк қағанатының орталығы болды ғой. Ол жерге тұрақтамаған бөрі. Бөрі мынау Сурхандарияға барған. Сурхандарияға барып, сол жерде өзінің еншілік аймағы, сол жерде билік құрған. Ал Алпамыс сол Сурхандарияда дүниеге келген болуы мүмкін. Ол Түркістан атырабында дүниеге келген болуы да мүмкін. Ол енді ғылыми тұрғыда ол дәлелдеу қиын. Бірақ негізі Алпамыстың елі Түркістан атырабы болған. Біреулер айтып жүр, мынау Қаратаудың етегінде туған Алпамыс деп, ол да мүмкін. Ал бірақ Алпамыстың әкесі бөрі мынау Сурхандария атырабына билік жасаған адам. Ал енді құрметті оңғар інім, мынау отырған жігіттер Файзулла, Бекжан, мен осы сіздің қай шаруаңыз болмасын, осы жазып атқан кітабыңызға қашанда тілектес. Сізге осы қолымыздан келсе көмегіміз жасасақ деп жүрген бауырларыңызбыз. Біздің ағайындар қазір өте үлкен қуанышта. Біздің ағайындар болғанда Қоңыраттар. Жаңағы бәрі де бері қарап бәрі. Неге? Себебі осыменен айналдырған 1-2 жылдың көлемінде 3-ші кітапты дүниеге алып келдіңіз. Оның барлығы да тарихи, танымдық өте керемет дүниелер болып жатыр. Және бұрынғы шыққан 2 кітабыңызда көрерменнің, оқырманның көңілінен шықты. Бәрі алғысын білдіріп жатыр, рахметін айтып жатыр. Енді мынау Шыңғыс Қаған ұлы бабамыз деген кітабыңыз құтты болсын. Бұл енді Құда қаласа бұл оңайлықпен болмайды, қай кітап болсын. Бұл кітап қанша еңбекпенен инемен құдық қазғандай болып, біреулер сізге мұныңыз дұрыс емес деп
де айтқан адамдар болып жатты, дұрыс екен деген адамдар болып жатты. Солардың әңгімесіне тыңламастан осындай дәрежеге жетіп, осындай керемет дүниені өмірге алып келгеніңізге сізге рахмет айтамыз. Жалғыз біздің Қоңыраттың ішіндегі емес, сізге жаңағы қосылып кетпей жатқан басқа ағайындар да әрқайсысы өзіне тартып, жаңа басында айттыңыз ғой, әңгімеңіздің басында. Найман ағайындар бұл Шыңғысхан біз Найманнан шыққан деп, Жалайыр ағайындар Жалайырдан шыққан деп, керейлер бізді бұл таза керей деп, Моңғолды енді айтпағанның өзінде де, Маңғыстауда жатқан адайлар бұл таза адай деп шықты мысалыға. Енді ол әркім әрнесін айта беруге болады, бірақ оның барлығын нақты дәлелменен жаңағыдай әсіресе мынау ДНК деген бұл ешкімді бұлтартпайтын дүние ғой. Бұл генетикалық өте керемет, қазіргі ғылымның ең үлкен жетістігі ғой бұл керемет. Мінекей соның арқасында біз қай уақытта болмасын сіздің мынау айтқан дәлелдеріңіздің бәрі дәлелдеген толық айғағы. Жаңағы тарихтан да барлығын келтірдіңіз. Міне ағайындар енді қазақ ағайындар, барлығымыз бір туған қазақпыз. Біз бөлінуге тиісті емеспіз. Бұл бөліну емес. Мынау Оңғар Нақыптың мынау кітапта жазған дүниелері, Шыңғысханды Қоңырат дегені, Қоңыраттар бір жаққа бөлініп кетіп бартқан жоқ. Қоңырат сол қазақтың бір құрамдас бөлігі, қазақ елінің. Міне сол құрамдас бөліктің ішіндегі Қоңыраттан шыққан десе, оның барлығы дәлелді, оған ешқандай ренжіп, бұл айта береді екен деп, неше түрлі әңгімелер айтудың қажеті жоқ деп есептеймін. Шыңғысхан Қоңырат бола ма, жоқ, басқа бола ма, ең бірінші қазақ. Алдыменен біз сол қазақ болдық. Енді Құда қаласа қазақ болғаннан кейін біз қазақ қарап жүрмейміз. Обязательно ол қайру дейміз ғой енді. Міне сол себептен осындай деректер алдарыңызға тартылды. Қалған жағын енді өздеріңіз ақылға салып көрерсіздер. Құда қаласа эфирде тағы да жүздескенше Оңғар сізге үлкен рахмет айтамыз. Рахмет.